Сарайшық алтын емел шаңырағы оқушылары ұсынады. 17 наурыз тарихқа тағзым күні. Наурыз мейрамына арналады. Тегінде наурыз ұлыстың ұлы күнінің тарихи маңызының тамыры тереңде. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейтін кезеңі наурыз. Тепе-теңдік, ізгілік пен жаңару үйлесім тапқанда ғана құт қонып, береке орнайды. Бұл мейрам бүкіл ұлтқа ортақ. Қазақ елі бүгінгі күні жаһандық мәселелерге жаңа көзқарас қалыптастыру міндеті туғызған жылымызда табиғат пен қоғамның, ел мен елдің, жақын туыстың амандығын тілеп, келіп жеткен ұлы мереке наурыз ызғарлы қыстың кетіп, ұлы мерекенің бастауы болсын деп тілек тілесуде. Наурыз ұлыстың ұлы күнінің тарихи маңызының тамыры тереңде. Көне парсы тілінде нава жаңа, разаң күн, жаңа күн мағынасын білдіреді. Кеңес одағы кезіндегі халықтар наурыз мерекесін тойлай алмады. Кеңес кезеңіндегі бұл мейрам бейресми ғана тойланған. Тоталитарлық жүйенің ықпалымен билік көктем мерекесін атап өтуге тыйым салған. Көп жылдар бойы ұмытылып, сынын жоғалтқан мереке 1988 жылдан бері қайта жаңғырып, наурыз мейрамын тойлау дәстүрі өз жалғасын тапты. Наурыз мерекесі 1991 жылы 15 наурызда Қазақ ССР президентінің қаулысының негізінде мемлекеттік мәртебеге ие болды. Елбасы наурыз айының 22 жұлдызын наурыз мейрамы деп жариялады. Екі мың 2009 жылдан бастап демалыс күн тағайындалып, 21 наурыздан бастап мейрам ретінде 3 күн тойлана бастады. Екі мың 2009 жылы 30 қыркүйек халықаралық білім, ғылым, мәдениет жөніндегі ұйым ЮНЕСКО наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес, мәдени мұра тізіміне кіргізді. 2010 жылдың 10 мамырында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 64-ші қарарына сәйкес 21 наурыз халықаралық наурыз күні болып аталды. Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында наурыз мейрамының тұжырымдамасын жасауды ұсынды. Бұл мақалада мемлекет басшысы халқымызды біріктіретін ортақ құндылықтарды барынша дәріптеп, ой санаға берік орнықтыруымыз керек деп жазған болатын. Осы орайда биылғы жылдың ақпан айында наурыз мейрамын атап өту тұжырымдамасын бекіту туралы қаулы жобасы жарияланды. Бүкіл әлем күрделі сынақты бастан өткерген шағымызда келіп жеткен әз наурызымыз тіршіліктің дәстүрлі құндылықтар аясында бірігіп, игілікті жаңа бастауларға ниет білдірудің нышаны іспеттес ұлыстың күні. Ырыс ынтымағымыз бен бірлігіміздің арқасында бұл қиын қыстау кезеңнен де сүрінбей өтеміз. Қысты көктем алмастырып, күн шұғыласына нәр алып, табиғат оянып, адам өмірі жаңа мәнге толатын наурыз айы алдымызда күтіп тұрған көптеген жұмыстарды сәтті жүзеге асыру үшін табиғаттан жаңа күш қуат алып, білекті сыбана еңбекке кірісетін берекелі жылдың бастауы болсын. Әрбір шаңыраққа қыдыр дарып бақ қонсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын.